Қолында тұратын ұлының да табысы мардымсыз. Оның бәрін көріп біліп тұрып, не деп сұраймын одан? Барсам әпкем үйінде жоқ екен. Келіні базарға кеткенін айтты. Мені шақырып алып, өзі базар аралап кеткен несі деп біртүрлі болып қалдым. Келін екеуміз шай ішіп бола бергенде әпкем де келді. Өңі шаршаулы көрінді. Сонда да мені көрісімен жарқылдай күліп көңілді амандасты. Шай жаңаланып қайта келді. Бірер кесе шай ішіп өз-өзіне келген соң әпкем: «Ай, несібен күшті екен», дедім ерімді жүзінен нұр төгіліп. «Неше күннен бері сенің шырылдап ақша іздеп жүргеніңді естіп, қайтып көмектесем деп уайымдап отыр едім. Кеше келді ойыма үйдегі сиырды сату. Соны балам мен келініме айтып едім, айналайындар. Бұлар да көне қойды. Екеуі де ойланбастан берейік деді. Содан таң атпай тұрып, балам екеуміз сиырды базарға кеттік. Мен орлық қылғанда ай жарық болды дегендей, қасақана тура бүгінгі базарда сиыр көп, әрі арзан екен. Өтпей түске дейін тұрып кетті ғой әйтеуір. Өтпей қалса үйге алып қайтамыз ба, сөйтіп жексенбінің базарына кеп сатамыз ба деп тұрған едік. Күрең қызыл шайға жіпсіген маңдайын жаулығының ұшымен сүрткіштеген әпкем камзолының ішкі қалтасынан ақшасын шығарды. Сөйтіп, Құдайдың құдіреті, артығы да кемі де жоқ. Тура сен сұраған ақша болды да қойды. Жануардың бағасы деп күлді. Ақшаның табылғанына қуансам да, шайларын ақтап отырған жалғыз сиырын мен үшін сатып жібергеніне қатты ыңғайсыздандым. Әпкем, мұныңыз не? Аузыңызды аққа жарытып отырған жалғыз сиырды сатып жібергеніңіз қалай? Ертең келініңіз босанса, сөк көжені қалай істейсіз? Дедім қысылып. Бір қоз туса, бір топ жусан артық шығады деген. Ол балада өз несібетіме келер. Баламның айлығы мен менің пенсиям бар. Жетеді ғой, ойымдамай ала бер. Бір байығанда қайтарарсың. Болмаса, біздің үйінге қосқан бір көмегіміз болар, деді. Өмірінде қаншама қиыншылық пен жоқшылық көріп, қатты ауырып өлім аузынан аман қалса да, өзімізде жетісіп отырған жоқпыз, керек боп қалады деп, артына тыққыштамай есігінің алдындағы жалғыз сиырын сатып бере салатын мұндай жомарттық. Әй, адамының қолынан ғана келетін шығар. Өз басым бұлай ете алар ма едім? Жоқ па. Кейде өзімнен де біреу ақша сұрап келгенде бар боп тұрып жоқ деген кездерім еске түсіп, алдымда отырған періште тектес адамнан өлердей ұялғаным-ай. Шулап қоя бердім. Бұл менің ешкімге өкпе артпай-ақ қателігімді түсініп, өз арымның алдында ұялғаннан төгілген көз жасым еді. Әпкеме алғысымды жаудырып, үйге қайтып келе жатып жол бойы нағыз жомарт кім деп сұрадым өзімнен. Өйткені мен бұған дейін нағыз жомарт деп үй жоқ, қиналып жүрген адамға үй әпере алатын, жетім балалар үйіне ақша аударып, қамқорлық жасайтын, жол мен мешіт салдыратын байлар ғой деп ойлайтынмын. Сөйтіп өзімнің де жұртқа қайырымдылық жасау үшін тез арада байып кеткім келетін. Сөйтсем, нағыз жомарт өзі үлдемен мүлдеге оранып отырып, табысының белгілі бір мөлшерін ғана қайыр садақаға жұмсайтын байлар емес. Нағыз жомарт өзіне жетпей тұрса да өзгенің қамын жейтін, осындай кең пейілді, жылы жүректі жандар екен ғой. Ал сіз қалай ойлайсыз, оқырман?